Лайк басқандан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бисмилла деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ма? Комментарий жазып. Орыс жұрттың бәрі мына Газадағы дауға айналып кеткенде, біреу тойға айланғанда, біреу қойға айланыпты дегендей қайтарма шабуылын күшейте түсті. Бірақ украиналықтарда әбден тәжірибелі болып алған. Оларға атакаға шығып, өзінің азаматын оққа ұстатқаннан көрі, окоптарында және өздерінің бекіністерінде тығылып жатып, ұшатын дрондарменен және хаймарстармен соққы берген және қорғанған әлде қайда ұтымды екен. Соңғы деректерге қараған кезде Украинаның ресми жоғалған, яғни жан тапсырған сарбазы 70 мыңнан асады дейді. Ал орыстың сарбазы одан 4-5 есеге көп өлгенін бүкіл дүние жүзі жазып отыр. Демек, орыстардың шығыны украиндардан 4-5 есе көп. Біреулер бұны 4 есе дейді, біреулер 5 есе дейді, біреулер 4,5 есе дейді. Бірақ жалпы орыстың 300 мыңнан артық сарбазының ажал құшқанын, ал мөлшермен 1 миллионға жуық сарбазының мүгедек және іске жарамайтын болып азап шегіп жатқанын жұрттың бәрі мойындап отыр. Демек, бұл соғыс өте сұмдық соғыс болды. Ал орыс соңғы кезде Тоқаевқа келіп қайтты. Ол туралы лекциямызда айттық. Енді орыс қайтадан шабуылын күшейте түскен. Соғыстан Украина-орыс арасынан көп жаңалық жоқ. Бірақ бір маңызды жаңалық, Франция аяқ астынан орыстың иті Башар Асадқа соғыс қылмыскері деп соттың үкімін шығарыпты. Айтуында, ол соғыс алаңында шектелген химиялық қаруларды қолданыпты мыш. Демек, Франция немесе Еуропа жағынан енді орыстың иттерін жазалау басталатын сияқты. Баяғыда орыстың бір иті Саддам Құсайынды Америка қалай жазалағанын білесіздер. Орыстың екінші бір иті бүкіл Араб даласында тек соғыстың өртін қоздыратын Каддафиді де батыс қалай жазалаған білесіздер. Ендігі кезек Саддам Құсайын мен Каддафи орыстың төбеттері болса, ал мынау жас күшік Башар Асад енді алдыңғы екі орыстың иті болған араб басшылары болған болса, мына жас күшікте кететін сияқты. Яғни Путин қабаған күшігінен айырылған отыр. Біз бұғанға дейін айттық, Газадағы халыққа жанымыз ашиды. Бірақ осы Палестиннің халқы өте үлкен саяси қателікті анау 48 жылдан бастады. Ол орыспен одақ болу. Қателігінің үстіне қатені жамады. Ол Қытаймен одақ болу. Оның үстіне тіпті қатені жамады. Ол Иранның діни радикалдық басшылығымен одақтасу және Хамастың террористерін Ирандағы базада және Сириядағы орыстың базаларында жаттығудан өткізуі. Яғни, палестиндіктердің Хамасты басшылыққа таңдауының өзі қателік болса, анау 48 жылы орыстың иті болған Египет пен Иорданияға ілесіп, Израильге қарсы соғыс ашу тіптен қателік болды. Енді міне сол қателігінің зардабын кешіріп жатыр. Бірақ жұрттың бәрі осы кім Израильді қолдаса, еврейдің иті деп, кім арабты қолдаса, оны анау деп, мынау деп сынап жатады. Бірақ сіздерге таңғажайып бір жағдайды айтайық. Өткенде басына құндыз тымақ киген, қалқайтып делеге қалпақ киген қалың еврей Вашингтонда ереуіл жасады. Ал олардың Нью-Йорктағы ереуіл тіпті көп. Ал Лондонда тіпті бұл жолы өте үлкен еврейлердің ереуілі болды. Бірақ сіз қараңыз, бұл еврейлер дәстүрлі еврей киімін киген. Және бұлар Израильдің туын өртеуде. Табандарына Израильдің туын таптайды. Қолдарында Палестинаның туы. Олар Израильді террористік мемлекет деп отыр. Ал сонда бұл еврейлер кімдер? Бұны Twitter'дегі менің парақшамнан көрсеңіздер, олардың видеолары да бар. Баспа құқына байланысты біз бұл арада сала алмадық. Монтаждайтындар осы еврейлердің
Нью-Йорктағы, Вашингтондағы және Лондондағы Израиль мемлекетіне қарсы ереуілдерін монтаждап салса болады. Енді бұл еврейлер туралы айтайық. Бұлар да еврей, бірақ олар judaizmді, яғни юдаизмді, еврейдің дінін, яғни Мұса пайғамбардың үмбеті болатын жолды қазіргі мынау сионист еврейлермен және Израиль мемлекетімен шатастырмау керек деген ұстанымды айтады. Яғни олар мына зионизм, екінші бір атауда сионизм деп аталатын, және осы еврей мемлекетін қайта құру дейтін, бүкіл дүние жүзі еврейлері Израиль мемлекетіне жиналып, сонда Израиль мемлекетін құру дейтін осы ағымды сионизм дейді. Жаңағы еврейлер, бұлар хасид еврейлер, бұлар осы зионизмге қарсы. Және олар еврей ұлтына Израиль мемлекет уәкілдік қылмайды. Және зионизм деген юдаизм емес деген көзқарастарын ашық айтады. Және олар Палестин мемлекетін қолдайды, араб халқына қырғын жасамау керек дейді. Енді қараңыз, еврей бола тұра Палестинді қолдайтын, еврей бола тұра Израильге қарсы тұратын, Израильдің туын өртейтін осы еврейлермен салыстырғанда Палестинадағы арабпен бір тілде сөйлейтін, бір діндегі бір халық, Египеттің арабтары мен Иорданияның арабтары әлгі қашқын газалықтарды шекарасынан аттатқызбай отыр. Ал Сауд Арабия бір тиын көмек бермейді. Ердоған тағы да ершікеш, айдаладағы атасы басқа түрік, бауырым-ау, үмбетім-ау деп Израильге қарсы бірнеше мәрте доңайбат көрсетті. Бірақ оның жібере қоятын әскері де жоқ. Себебі Израильмен соғысатын шама Түркияда жоқ. Түркияның әскери әл-қуаты әсіресе соңғы күшті қуатты қарулар жағынан Израильге жетпейді. Және Ердоған аузында доңайбат көрсеткенімен, ол қол көмегін, мал көмегінен басқа ештеңе бере алмайтынын да көрсетті. Бірақ қанша айтқанмен бір туған арабы өз арабын қырғызып қойып қарап отырғанда, Ердоғандікі қай тұрғыдан алсаң да арабтардан әлде қайда артық екендігін көрсетті. Бірақ өз еврейлерінің мемлекетін өзі терістеп отырған әлгі еврейлерге қарасаңыз, міне адамгершіліктің басқа бір формасын көресіз. Олар қасиетті жерде қан төгілмеу керек дейді. Міне қандай керемет көзқарас. Христиандар, яғни Иса пайғамбардың үмбеттері, еврейлер, яғни юдаизм ұстанатындар, Мұса пайғамбардың үмбеттері, және мұсылмандар, Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламның үмбеттері қасиетті жер деп білетін Палестинаны, яғни Әл-Құддусты, міне қан төгілетін жерге айналдырмаңдар деп шырпыр болған әлгі еврейлерді көріп, адамгершілік деген осы шығар деп ойланып қаласың.